Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазақтың көрнекті жазушысы, белгілі көркемсөз шебері Бердібек Соқпақбаевтың таңдамалы шығармалар жинағына "Өлгендер қайтып келмейді" романы кезінде қалың оқырман қауымның жылы бағасын алған "Қайдасың гауһар", "Бала шаққа саяхат", "Менің атым қожа" тағы да басқа хикаяттары еніп отыр. Сонымен бірге, кітап автордың қаламынан шыққан бір топ әңгімелері жазушы өмірінің әр кезеңдегі сәттерін бейнелейтін құнды фотосуреттер орын алды. Қазақ әдебиетінде айшықты із қалдырған атақты қаламгердің асқақ рух пен асыл адамгершілік қасиеттерді насихаттайтын өшпес туындылары рухани игілікке айналып, халқымен бірге жасап келеді. Бердібек Соқпақбаевтың есімі қазақ әдебиетінде тек балалар жазушы ретінде ғана емес, спорт тақырыбында жазған алғашқы қаламгердің бірі ретінде де сақталды. Оның үлкенді де, кішіні де елітіп әкетер жекпе-жек повесіндегі қарапайым ғана оқиғалар оқырмандарға үлкен ой тастайды.